Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ашытқысыз уақыт жоқта тез жасап жібергенге осылай үрленіп, көтеріліп, қызарып пісетін шелпектің рецептін ұсынамын. Алдымен құрғақ ыдысқа айранды, суды, жұмыртқаны, қантты, тұзды, қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында ұнның бәрін салып, жұмсақ қамыр елейміз. Құрметті көрермен, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіз. Қамырды елеп болғаннан кейін осылай сұйық майды құйып, тағы да бір қайтара елеп жібереміз. Елеп дайын болған қамырды бөліктерге бөлеміз. Менде дәл осы рецепт бойынша 9 бөлік шықты. 9 бөлікті де дөп-дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған табаға майды құйып, майды жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң бірінен кейін бірін шелпектерді қызарғанша екі шетінен пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңызда ешқандай ашытқысыз, үрленіп, көтеріліп пісетін қып-қызыл шелпектерді пісіруге болады. Мінекей біздің шелпектеріміз пісіп шықты. Сондай үрленіп, қызарып, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.